Ассалаумалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахмет. Бүгін сіздермен осындай бента торт жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Одан соң қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. 10-15 минуттай жұмыртқаларымыз ағарғанша көпіріп араластыратын боламыз. Бізде миксеріміз құрғақ болу керек, міндетті түрде. Себебі жұмыртқаларымыз көпіріп ағармай қалатын болады. Мінекей жұмыртқаларымыз осылай ағарады, кішкене қоюланатын болады. Келесі ұнымызға қопсытқышымызды салып, осылай бөлек ыдыста араластырып аламыз. Одан соң жаңағы сұйық массамызға қосып, оны миксерлетін боламыз. Және де ұзақ араластыруға болмайды, кішкене ғана араластыратын боламыз, 1-2 минут қана. Бұл рецепт менде 2 бента торттың рецебі, яғни менде қазір 2 бента торт шығатын болады. Осылай пергаментный қағазымызға дөңгелектерімізді сызып алатын боламыз. Мендегі дөңгелектердің диаметрі 12. Әдетте бента торттың диаметрлері 10-12 диаметрлі құрайды. Осылай жасау міндетті емес. Егер де сіздерде бента торттың кольцосы болған жағдайда, соны пайдалансаңыздар болады. Менде кольцо болмағандықтан осылай пергаментный қағаз арқылы жасап жатырмын. Бірдей етіп әр қайсысына 2 қасықтан қосып шықтым. Енді осылай лопатканың көмегімен түзу етіп, яғни тегіс етіп жайып алатын боламыз. Қожықтарымызды қызып тұрған пеште 180-150 градус аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің қожықтарымыз дайын болып шықты. Енді толықтай суыған кезінде пергамент қағазынан ажыратып алатын боламыз. Егер де сіздерде бента торттың кольцосы болған жағдайда, сонымен кесіп алсаңыздар болады. Менде кольцо жоқ болғандықтан осылай кесіп алатын боламын. Келесі тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырымызға қантымызды салып, кішкене жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Одан соң жылдамдығымызды көбейтетін боламыз. Қантымыз еріп, творожный сыр екеуі бірігіп, бір қалыпты массаға келгенше араластырамыз. Оны біз қазір лопатканың көмегімен білеміз. Ұзақ араластыруға да болмайды. Творожный сырымыз ұзақ араласып, сұйық болып кетуі мүмкін. Мінекей лопаткамен осылай жасаған кезде бізде творожный сырымыз тегіс болу керек, сонда бізде креміміз дайын деген сөз. Енді оны кондитерский мешогымызға салып алатын боламыз. Стаканымызға осылай кондитерский мешогымызды салып, соның көмегімен кремімізді салып алатын боламыз. 2 бөлікке бөліп саламыз кремімізді. Мінекей креміміздің бірінші бөлігін салып алдық. Енді келесі екінші бөлігін салып алатын боламыз. Оны да осылай кондитерский мешогымызды стаканымызға салып, оның үстіне кремімізді салып аламыз. Сонда бізге оңай болатын болады. Екінші бөлігінде салып алдық. Мінекей біздің 2 креміміз де дайын болды. Енді ішіндегі пропиткасын дайындайтын боламыз. Яғни қожықтарымыздың үстіне қосатын боламыз қазір оны.
Қайнап тұрған суымызға қантымызды салып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, енді тортымызды жинайтын боламыз. Қожықтарымыздың үстіне жаңағы дайындаған пропиткамызды жағып шығатын боламыз. Ол біздің қожықтарымыздың жұмсақ болуына және де өте ерекше дәм беретініне соған қосатын боламыз. Келесі кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Мінекей, видеода көргендеріңіздей осылай тегіс етіп жағып алатын боламыз кремдерімізді. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеоларымды соңына дейін көріңіздер. Лайк, комментарий жазып, қолдап білдіріп кетіңіздер. Мінекей, енді шпателіміздің көмегімен жағып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, креміміз кішкене жылжитын болады. Себебі қожықтарымыздың үстіне пропитка жаққандықтан солай болады. Тегіс етіп жағып алдық кремімізді, одан соң қожығымызды қоямыз. Жаңағыдай қайталайтын боламыз. Пропиткасын жағып, одан соң кремін жағып, солай қайталаймыз. Келесі тортымыздың сыртына кремдерімізді жағып алатын боламыз. Бір тегіс етіп жағып алуға тырысамыз. Себебі қазір біз тортымызды тегістегенде қатты керек болады. Келесі кезекте шпателіміздің көмегімен осылай тегістейтін боламыз. Тортымыздың сыртын шпателімізді кішкене қиғашта ұстайтын боламыз. Мінекей, бента тортымызды тегістеп, қорапшасының ішіне салдық, астына пергаментный қағаз төсеп алдық. Енді осылай шпательдің көмегімен сызықтар сызып шығамыз. Яғни қазір жазу жазған кезде тегіс біркелкі болу үшін шпажкамыздың көмегімен осылай жазуларымызды жазып алатын боламыз. Қазір оның үстіне басып жазып шығатын боламыз. Сонда қатесіз әрі әдемі болып шығады. Одан соң жаңағы жазып шыққан жазуларымыздың үстінен осылай ақ түсті кремімізбен жазу жазып бастырып шығатын боламыз әріптеріміздің үстінен. Мінекей, ақ жазуымыздың үстінен қара түсті креммен осылай жазып шықтық. Бізде бента торт дайын болды.